بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, мінекей өздеріңізбен әліпби айдарында жүздесіп отырмыз. Бүгін біз өздеріңізбен араб тілінің үш әрібі вау, хи және я әрібін үйренетін боламыз. Вау әріпі қазақ тіліндегі у әріпіне өте ұқсас. Вау әріптің атауы болса, ал беретін дыбысы у. Екінші, хи әріпі қазақ тіліндегі қаһарман деген сөздегі келетін х әріпіне ұқсас. Хи әріптің атауы болса, беретін дыбысы х. Үшінші өтетін я әріпі дәл қазақ тіліндегі и әріпі сияқты. Я әріптің атауы болса, и беретін дыбысы. Енді осы үш әріптің дұрыс жазылуына назар аударайық. Вау әрібі 9 санына ұқсап, дәптер жолынан басталып жоғары қаратай көтеріліп, кейін барып шеңбер жасалады. Кейін 9 санның төменгі бөлігі жолдың астыңғы жағына жазылып, 9 санның ерекшелігі вау әріпінің сызықшасы сәл төмен қарай созылады. Ал екінші хи әріпі жазылған кезде дәптер жолының үстіңгі жағына тамшыға ұқсас жазылады. Бірінші оң жақтан басталып жоғарыдан төменге, кейіннен төмен жоғарыға қаратай. Үшінші әріп я әрібі дәл жолдың сызығынан басталып төмен қаратай сызылып, үйрекке ұқсап жазылады. Нун әрпіне ұқсап доға жасалады. Ерекшелігі бұның доғасы дәл жарты шеңбер болмайды. Кейін астына екі нүктесін қоямыз. Бұл үш әріптің ішіндегі хи әріпі араб тіліндегі ерекше әріптердің бірі. Хи әріпі айтылған кезде хи, яғни ешқандай ғырылсыз, ешқандай тікелей тамақтың қатысынсыз, хи жеңіл ғана ауаның лебімен хи деп шығады. Қазақ тіліндегі дегенде хи әріпіне ұқсас. Хи, хи. Кәнеки осы үш әріпті айтып көрейік. Вау, вау, вау. Хи. Я. Машалла. Вау әріпі жекеше түрде. Вау әріпі сөз басында. Вау әріпі сөз ортасында. Вау әріпі сөз соңында. Хи әріпі жекеше түрде. Хи әріпі сөз басында. Хи әріпі сөз ортасында. Хи әріпі сөз соңында. Я әріпі жекеше түрде. Я әріпі сөз басында. Я әріпі сөз ортасында. Я әріпі сөз соңында. Мінеке құрметті көрермен, осымен өздеріңізбен бірге болған әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллахтың амандығында болайық ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا.